бастайық. Біз сендерді екі шеңберге тұрғыздық, енді сабағымызды бастамас бұрын өзімізге жақсы бір тілекпен басайықшы, сабағымызды қолымызда ұстаймыз. Ішкі шеңбер бізге қандай тілек айтасыңдар? Мен сендерге сабақта сәттілік тілеймін. Осы сабақта көңілді болыңдар. Рахмет. Ал сыртқы шеңбер кім айтады? Сабақтары жақсы өтсін. Рахмет. Енді қазіргі бізде үйге берген тапсырманы, ережені еске түсіру мақсатында ішкі тұрған шеңберіміз сыртқы шеңберге сұрақ қояйық. Қайталау сұрағын. Жай бөлшекті қосу ережесін айтыңдар. Жай бөлшекті қалай қосамыз? Апай айтсам болады ма? Айтам. Жай бөлшекті қосу үшін ең алдымен олардың бөлшектерін көреміз. Олар егер тең болмаса, екеуіне мысалы 3 пен 4 болса, 3 пен 4-дің ортақ бөлімін нетеміз. Ойымыз қолында фигуралар тұр. Осы фигураларды алу арқылы тез 3 топқа отырып қаламыз. Бірдей фигура бір топқа барады, иә? 3 күріш, 4 шеңбер асықпай аламыз, асықпай. Бір-бірден аламыз. Отыра қалыңдар. Бірінші топқа 3 бұрыш отырыңдар. Екінші топқа 4 бұрыш. Сендерге балалар қазір үй тапсырмасының шығару жолын көрсетемін. Сол арқылы сендер дұрыс болса плюс қоясыңдар, дұрыс емес болса минус бағасын белгісін қоямыз. Так, тез алыңдар да, плюс минусын үй тапсырмасының қасына қоямыз. Үй тапсырмасын тексеріп алады балалар. Плюс минус, дұрыстарымыз плюс қоямыз. Енді балалар, үй тапсырмасын тексеріп алсақ, мына жерде сендерге бағалау парағын беремін. Топта отырған оқушылардың әрқайсысын атын жазасыңдар. Одан кейін топпен үй жұмыстарын дұрыс болса плюс қоясыңдар. Топпен жұмыс жүргіземіз, ол жерде де плюс минус белгісін қойып отырамыз. Жеке жұмыс болады, жеке жұмысты да жүргізесіңдер. Ең соңында тест жұмысы болады, тесттерде дұрыс болды ма, дұрыс болмады ма, плюс минусын қойып, нәтижесін сабақтың соңында шығарамыз. Мына жерге топтағы оқушылардың аттарын ғана жазыңдар. Қасына белгісін қоямыз. Енді балалар, біз тақтаға қарайықшы. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы жай бөлшектерді қосу және азайту. Сабағымыздың мақсаты бөлімдері бірдей бөлшектерді қосу, азайту, бөлімдері әртүрлі бөлшектерді қосу және азайту. Енді өткен сабақты еске түсіру мақсатында мына видеоға мән берейік. Тапсырмасы топпен жұмыс. Мен мына жерде топпен жұмысты тапсырмаларын беремін. Бұл жерде мәтінде есеп бар және жай бөлшектерді қосуға, азайтуға есептер берілген. Және осы тапсырманың астында қарасында қалыптастырушы бағалау тұр. Яғни біз есеп шығару барысында қандай нәтижеге жетуіміз керек және қандай алгоритмдерді қолдануымыз керек. Ең бірінші ортақ бөлімді келтіреміз, тоқтауыш көбейткішін табамыз, одан кейін барып жай бөлшектерді қосамыз. Ең шыққан нәтижесінде қысқаратын бөлшектер болса, қысқартамыз деген критерийлері дескриптор арқылы көрініп тұр. Осы арқылы орындаймыз. Және де бұл тапсырмаларды қорғаған кезде міндетті түрде рөлдік ойынды қоссаңдар болады. Ал тапсырма берілді. 7 минутта тапсырманы маған орындап берулері керек. Сол кезде білуіміз керек. Тапсырманың соңында Енді сіз сайысқа жетінде қалдық. Сіздердің керектері, сіздер есеп қисаптарды істермен немесе марапат дейді? Есеп қисап. Алғашқы есеп қисапта мынандай есеп бар екен. 15-тен 2 қосылған, жақша жазылған, 5-тен 2 алынған, 5-тен 1 жақша жазылған. Нұсқалар. Бірінші
2'den 1, ikinci 3'ten 1, üçüncü 5'ten 1. Kaysını tanıyorsun? Cevabı 3'ten 1. Al endi ko'ring. Бүгінгі жаңалықтарда оқушылар есепті жақсы шығара ала ма? Мұғалім әлде есепті дұрыс түсіндіре ме? Қазір оны біздің серіктесіміз Серікжан Аяулым айтып береді. Ал Аяулым, айтшы, қазір біз қаншасыншы мектепке келдік? Biz қазір 22-ші орта мектепке келдік. Ал енді қазір мынасы. Сәлеметсіз апай. Мынау сіздің сыныбыңызға біз сіздің сыныбыңызға бір есеп бермекші болдық. Осы есепті сыныбыңыз шығарса, сіз жақсы мұғалім екеніңізді білдіреміз. Ал енді оқушылар сендерге мына есепті шығарып көріңдер. Тақтаға жазыңыз. Ана толтырып алып, не болып жатыр? Қалдап өтейікші. Жаңалық біздің мектебімізге келді, иә? Қарақат апай. Журналистер жүр бізде. Сізге көріңіз. Осы екі топтан бір баладан есепке шығарамыз. Бір топтың дұрыс болса, келесі топтағы адам оны дұрыстап шығару керек. Оның жауабы 1. Жауап 1 шықты. Бізге келген көрермендерден осы жауаптың дұрыс па, дұрыс емес пе екенін тексеретін боламыз. Тексереміз. Эксперттер отыр бізде. Sizin adınız kim болады? Ayollarım. Bu есеп дұрыс шыққан ба екен? Иә, дұрыс. Балалар, бағана орындаған тапсырмаларды береді. Енді мен қалыптастырушы бағала бойынша сендерге тоқталып өтейін, иә? Бұл жерде тапсырмада бөлімдері бірдей бөлшектерді қосу болған. Енді бөлімдері бірдей бөлшектерді қосқан кезде бөлімдерін соқ алдында қалдырып орындадыңдар. Болды. Бірінші тобымыз бізде қандай топ болды? Қандай қойылым қойды бізде? Қызық екенге 2 жұлдыз 1 тілек арқылы бағалап өтейікші. 2 жұлдыз 1 тілек арқылы. Яғни бір жақсы жағын айтайық. Бірінші топ. Ал бірінші топ қалай болды? Олар бірге бәрін орындап ойымшы ойын болды. Екінші топ жақсы жағын айтайық. Олар берілген есепті дұрыс шығарды. Енді ұсынысымыз бар ма балалар? Айта қойшы. Димаш айта. Олар келесі жолы ауызша айтпай тақтаға шығарып көрсетсе жақсы. Енді балалар бәріміз орнымыздан тұрайық. Сергіту сәті. Бұл сергіту сәтінде балалар өзіміздің ойлау қабілетімізді және жылдамдығымызды арттырамыз. Аспан, шапалақ, бас, жер. Қайтадан. Жеке-жеке әрқайсыңа тест жұмысын таратамын. Тест жұмысын өздерің шығарасыңдар. Одан кейін барып орындап болғанда тақтадағы дұрыс жауабымен
жұмыс. Тест жұмысы. Ондық сендерге жеке-жеке тапсырма беремін. Әрқайсың жүктасып орындайсыңдар. Екі жұп бірге орындайсыңдар. Екі жұп бірге қорғайсыңдар осы есептерді. Жұппен жұмыс жүреді. Жұптық тапсырма. Жұппен тапсырма. Біздің бүгінгі сабағымыздың мақсаты не еді? Біз топпен жұмыста, жеке жұмыста, жұптық жұмыста осы жай бөлшектерді қосу, азайтуға есептер шығара алдық па? Қиындықтар болды ма? Жоқ. Қай жерде кішкене күрделі болды, немесе қай жерде қате жіберілді? Сол өздерінің бүгінгі сабақта қиналған жерлерді немесе түсінген жағдайларды жазып, сізде еңбек ағашына өздері